Құрметті көрермендер, бүгінгі Қазпродакшн киностудиясының ұйымдастыруымен Еркін сабақ атты фильмінің премьерасына қош келдіңіздер. Ал олай болса, құрметті ата-аналар, біздің Еркін сабақта Рүстем Жанмановпен бірге басты рөлді ойнап шыққан болашақ актерларымызды қошеметпен, ықыласпен шақыра, құрметті ата-аналар. Барлығымыз шапалақ. Олай болса, құрметті ата-аналар, Зинабдиев Ибрат 10 жаста жеткен жетістігі. Алпамыз балалар бақшасында 5 жасынан бастап мәнерлеп оқу Абай Құнанбаевтың өлеңдерін атты байқауынан бас жүлде иегері. Қарсалақ Зинабдиев Ибрат. Фатима жеткен жетістігі жұлдызды сәт ән байқауында бірінші орын иегері, би-стиль байқауында бас жүлде иегері. Өмірлік ұстанымы өнер жолындағы шәкірттерге білім беру. Олай болса, Дүйсенғазы Фатима қарсы алайық. Мұсағали Алихан жеткен жетістіктері 2024 жылдың Алматы қаласында өткен республикалық байқауында бас жүлде иегері. 2024 жылдың 29 қыркүйекте Алматы қаласында Бозторғай байқауында бірінші орын иегері. Өмірлік ұстанымы болашақта белгілі Қазақстанның азаматы болу. Қарсы алайық, Мұсағали Алихан. Қазаланын күн білмейді есімі, қарсы алады ай қарашық есімі. Гүлдене бер, түрлене бер тотығай, туған жерім сағынышым бесігі. Қырында малы қаптаған, сырында күріш баптаған, қазалы байлық мекені, сенің елдің ақтаған. Адамын көре бақ дейін, берейін өсіп шаттанып. Сырдың суын егісіндей тереңге, қыр мен қызыл төрт түлікке кенелген, ақ күріштен тау тұрғызған дихандар, әлмет жырдың шуағына